Армысыздар, құрметті студенттер, құрметті достар, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі сабақта біз тікелей дауысқа арналған жаттығулар жасап, дауысымызды максимально ашуға тырысамыз. Кез келген адам өзінің армандаған даусына жетуге қабілетті. Кез келген адамда үш түрлі дауыс болады. Біріншісі төменгі тембр, яғни кез келген адамның құлақ құрышын қандыратындай төменгі тембр. Егер де сіз бұл бір төменгі тембрді түсініп үйреніп алатын болсаңыз, жігіттер, айналаңыздағы қыздардың барлығында мүмкін оңай сындырасыз. Ал егер де орта дауыспен зыпылдап сөйлей беретін болсаңыз, немесе жоғарғы дауысқа қарай кетіп қалып, яғни айғайлап, яғни шыңылдап сөйлейтін болсаңыз, онда сізден шаршап кетеді. Мүмкін сіз қазір төменгі тембрдің не екенін түсіне алмай жатқан шығарсыз. Бүгінгі сабақта сол нәрсені басынан аяғына дейін түсіндіретін болам. Тіпті қыздарда да. Әдетте шәңкілдеген дауыстан ер азаматтардың да құлақтары шаршап кетеді. Ал төменгі тембрді меңгеріп алатын болсаңыз, онда сізде даусыңызды ер азаматтың алдында әдемі етіп көрсете алатын боласыз. Ендеше сабақты бастайық. Жаңа айтып өткен үш түрлі дауыс дегенім былай. Алақаныңызды кеудеге қойып, просто аңылдаңыз. Яғни кеудедегі дірілді сезіне алдыңыз ба? Ең бастысы, сіз кеудедегі дірілді сезіне алғаныңыз маңызды. Тағы да әлде аңылдаудың техникасын түсіне алмай жатсыз ба? Бұны былай деп түсіндірейінші. М деген әріпті просто созып айтыңыз. Ерніңіз де дірілдейді, мұрныңыз да дірілдейді, кеудеңіз де дірілдейді. Кеттік. Кеудеңіз дірілдеді ма? Дірілдеді деген сенімдемін. Бұл кеудеден шығатын, нақтырақ айтқанда кеудеден дамылдап шығатын, баяғы қазақтың батырларының кеудесінен шығып тұрған төменгі тембр. Ал біз бұл дауыспен күнделікті қалай сөйлейміз? Енді соған қарай әрекет жасайық. Жігіттер, қыздар, барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Қыздар артынан шошып жүрмеңіздер, мен бұл жаттығулардың барлығында жасап, артынан кейін менің даусым жуандап кетпейме деген секілді. Жоқ, жуандамайды. Керісінше, ащы даусыңыз сейіліп мейлінше сезімтал, нәзік дауысқа айналатын болады. Ендеше кеттік. Кеудеңізді ыңылдап, яғни барынша кеудедегі дірілді тауып алған болсаңыз, жаймен әрекетке қарай көшейік. Әрекет дегеніміз не? Осы бір ыңылдауды күнделікті әдетке айналдыру. Мүмкін күніңіздің 3 уақытын немесе 5 уақытын осы бір ыңылдауға арнау. Таңертең ұйқыдан тұрдыңыз ба? Кайфовый дауыс. Ол не? Өйткені кеудедегі дірілдеген дауыс шығып тұрады. Себебін ашып айтып берейін. Кез келген адам ұйқыда жатқан кезде ол тікелей, нақтырақ айтқанда диафрагмамен тыныс алады, ішпен тыныс алады. Оның кеудесіндегі бүткіл организм тыныс, яғни дем алып рахаттанады да. Нәтижесінде таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін сол бір рахаттанған дауыспен, нақтырақ айтқанда рахаттан тұрған организммен сіз сөйлейсіз. Даусыңыз төменде, нәзік, қоңыр үн пайда болады. Ал оны ұстап қалу үшін біз жаттығу жасауымыз керекпіз. Мен алдыңғы сабақта дикцияға арналған жаттығулар жасадым ғой. Ол жаттығуларды барлықтарыңыз күнделікті азанда жасайсыздар. Одан кейінгі кезек тағы да күнделікті бүгінгі, нақтырақ айтқанда қазір көрсететін жаттығуларды да қосып жасайсыз күнделікті азанда. Өзіңіздің даусыңызды ұстап қалу үшін осы жаттығулар арқылы әрекет етесіз. Аңылдауды әдетке айналдырасыз.
просто так ыңылдау қиын болып жататын болса, онда кез келген халық әнін ыңылдап айтып жүріңіз. Мысалға, ютубтан Елімай әнін тыңдап көретін болсаңыз, оның мотиві ыңылдауға күшті көмектеседі. Яғни Қаратаудың басынан көш келеді ай-оу, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді ай-оу, елім ай, жерім ай. Мотив естеріңізге түскен шығарсыздар. Түскен шығар. Енді осыны просто аңылдап айтып көріңіздер. Яғни неғұрлым көбірек ыңылдасаңыздар, соғұрлым төменгі тембрларыңыз жаттығады, яғни тренировка жасайды. Дауыстарыңыз жаймен осы бір қалыпқа келе бастайды. Енді әрмен қарай әрекет етейік. Түсіндіңіз, кеудеңіз дамылдады. Әрмен қарай әрекет осы бір кеудедегі сүйектерден, нақтырақ айтқанда кеудеміздегі мынаның барлығында да сүйектер, арқаның барлығы да иық түгелдей сүйектер. Осы бір сүйектерде негізінде дыбыс шығатын ескеріп пе едіңіздер? Сүйектерден дыбыс шығады, үн шығады, дауыс шығады. Ал ол дауыс кез келген адамда қазір шығып жатқан жоқ. Егер де сіз күнделікті ат үстінде жүретін адам болсаңыз, сізде төменгі тембр шығады, яғни баяғы батырлардық секілді керемет бір қоңыр үн шығып тұрады. Қазақтың батырлары, олар ат үстінде көп жүретін адам болғандықтан, олардың дауыстары әрдайым үздіксіз даму үстінде болады. Неге? Өйткені адам аттың үстінде просто так камриде отырғандай рахаттанып жүрмейді. Ол әрдайым қозғалыста болады. Біз қозғалысқа түскен сайын, кеудемізді қозғалтқан сайын, мынаның барлығы да дамылдайды. Нәтижесінде кеудедегі сүйектерден шығатын тембрдің барлығы да оянады. Яғни біз қазір кеудемізді ұрғылап оятуымыз керекпіз. Кеттік ендеше, жұдырығыңызды түйіңіз, мына жақты ұрғылап, тамағыңызды жыртып алып жүрмеңіз. Тек қана мына ортаны ұрғылап аламыз. Кеттік. Ыңылдаусыз ұрғыламай қойыңыз, ол шықпайды. Ыңылдауды қосымша айтып отырыңыз, яғни төменгі тембрге уже дауыс түсті. Менде осыны енді төмен қарай тағы да түсіруім керекпін. Ол қалай? Мен қазір тек қана мына ортаны ғана оятып алдым. Мына жақтар ше? Мынау ше әлі оянған жоқ. Сол үшін біз мынадағы дауыстың барлығында төменге қарай ысырып түсіруіміз керекпіз. Яғни жоғарыдан төменге қарай ұрғылайсыздар. Нәтижесінде жоғарыдағы дауысыңыз төменге қарай түседі. Кеттік.
келесі жағыңызды енді барынша екі бүйірді де ұрғылап аламыз. Бұл жақтарда да сүйек бар ғой, иә, қабырғалар. Отсаң барлығында ұрғылап аламыз. Кеттік. Енді арқаға қарай көшеміз, яғни бір бүйірден ұрғылап арқаға дейін барамыз. Мына жақтан көрсетейін, кеттік. Келесі жақты ұрғылаймыз. Примерно кеудені ұрғылап алдық. Тіпті осы жердегі кеудеден шығып тұрған дауысты жоғары қарай тоже жіберіп тастағаныңыз жақсы, яғни келесі жаққа қарай шамамен жеткілікті. Уже сіздің кеудеңізде жалындап тұрған төменгі тембріңіз оянды. Әрмен қарай әрекет. Артикуляцияның соңғы шегі бұл мұрынға арналған жаттығулар. Біз қазір кеудемізді жақсылап тұрып ұрғылап қыздырып алдық. Енді қазір мұрнымызды ашып, одан кейін бірден ән айтып көретін болсақ, немесе жаңылпаш айтып көретін болсақ, даусымыз мұнтаздай тап-таза және де өзіңіздің кәдімгі бір желанияңыздан шығатындай, бір өзіңіз ұнататындай дауыс шығады. Оны қалай жасаймыз? Бірінші, құрметті достар, араларыңызда гайморитпен ауыратын жандар болса, бірінші гайморитіңізді емдеп алыңыз. Одан кейін барып қана осы бір мұрынға арналған жаттығулар жасаңыз. Себебі осы бір мұрынға арналған жаттығулар өте ауыр болғандықтан сіздің мұрныңыздағы қан тамырларын жарып тастайды. Нәтижесінде өзіңіздің басыңызға проблема тауып аласыз. Ал ондай гайморит секілді ауру жоқ болса, онда менімен бірге жасаймыз. Кеттік. Бірінші мұрынды қыздыру. Жақсылап тұрып, саусақтың жаныменен мұрынды қыздырып массаж жасап аламыз. Массаж жасамай бірден мұрынның жаттығуын жасап кететін болсаңыздар, мұрындағы тамырлар өте әлсіз, ол жарылып кетуі мүмкін. Өзімнің басынан өткендіктен сіздерге де ескертіп жатырмын. Осыған дейін қаншама оқушылармен бірге жаттығу жасаймын деп, мұрнымды құртып алдым. Қазір кейде нафазарин деген дәрімен жүремін, кейде жаттығулар жасаймын, бірақ байқаусызда шығып кетеді. Кейде байқаусызда гайморит шығып кетеді. Сондықтан да абайлап жасаңыздар. Көп жасауға болмайды мұнда. Әрмен қарай көшеміз. Келесі, мұрынның екі ұртын айналдыру, яғни барынша жұмсартып тұрып айналдырыңыздар. Жеткілікті. Мұрын жұмсарды, енді ішіндегісін тазаласақ болады. Ішін қалай тазалаймыз? Алғашқы жаттығу. Мұрынның бір жағын жауып тұрасыз да, екінші жақпен жақсылап тұрып демді кіргізесіз. Жабасыз да, соны мына жақтан шығарасыз. Қайтадан осы жақтан демді алып, жауып екінші жақтан шығарасыз. Яғни
яғни мұрынның бір жағынан кіріп екінші жағынан шығуы міндетті. Сондықтан да жаттығуды жасау барысында өзіңізден бір салфетка алғаныңыз жақсы. Неге? Өйткені мұрыннан жағымсыз заттар шығады. Сол нәрсенің барлығында алдын алып сүртіп отыратындай. Бұл жаттығуды шамамен 30 секундтай жасаңыздар. Келесі кезекте бізде мұрыннан шығатын удар. Кез келген адамда мұрын арқылы дауыс үн шығады. Көпшілік оған мән бермейді. Бұл ударды қалай шығарамыз? Екі төмпешікті бітейсіздер, ішіне ауаны толтырып тұрып, соны звук арқылы удармен шығарамыз. Яғни барынша ұрғылайсыздар, и мұрындағы удар арқылы мұрынның іші тазару керек. Яғни деу бөлікті. Бұлай жасамаймыз. Деп тұрып ударды барынша шығаруға тырысамыз. Бұл біздегі уже мұрынға арналған жаттығулардың екінші кезеңі. Бұл жаттығуды шамамен 30-40 секундтай жасап аласыз. Келесі кезекте мұрыннан шығатын діріл. Уже бұл жаттығудан кейін сіздің даусыңыз кайфовать етеді. Бұл қалай жасалынады? Мұрынның бір жағын жабасыз, екінші жақпен ыңылдап отырып ұрғылайсыз. Яғни ыңылдауды ұмытпаңыздар. Кеттік. Келесі жағы. Жақсылап тұрып ұрғылап мұрынды ашып алдыңыздар. Енді бағанағы әніміз бар еді ғой, Елімай әні. Соны қайтадан аңылдап айтып көріңіздерші. Кеудеге алақанды қойыңыздар. Әнді бастаймыз. Өзіңіздің кеудеңіздегі дамылдап тұрған таймыр сәлде болса тағы да жуандады деген сенімдемін. Яғни дірілдің күші артты деген сенімдемін. Енді жаңылпашпен сынап көрейік. Немесе мәтінмен. Көз алдыларыңызға Абайдың өлеңін шығарып қойдым. Нақтырақ айтқанда мына өлеңі. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Қайтадан айтып көріңіздер, және де әріппен сөздің тазалығына жақсылап тұрып мән беріңіздер. Біз қазақ тіліндегі сөздерді айту барысында оның хақысын жемеуіміз керекпіз. Сіз Құран жаттасаңыз, ұстаз сізге ескертіп айтады ғой, әріптердің хақысын жеме деп, дұғаң орындалмай қалады деген секілді нәрсені айтуы мүмкін. Қазақ тілінде де сол нәрсені ескертіп айтам. Әріптің хақысын жеуге болмайды. Яғни, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Әріп таза, сөз таза. Кеудедегі дамылдап тұрған дауыс шығып тұр деген сенімдемін. Енді өткен сабақта жасаған 3 саусақ жаттығу бар еді ғой. Дәл соны қазір тағы да қайталап жасаймыз. Алдыңыздағы мәтінді аузыңызға 3 саусақ салып қойып тұрып, қайталап оқыңыз. 1 минутқа, яғни Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Дәл осыны 1 минут қайталап алыңыз. Видеоны паузаға қоя тұрыңыз.
Енді әрмен қарай көшіреміз. Яғни сіз жаттығуды жасап алдыңыз, 1 минут бойы тоқтаусыз, енді осы өлеңді қайтадан оқып көріңіз. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Даусыңыз шықты ма? Кеудеңіздегі дамылдап тұрған дауыс, яғни үн шықты деген сенімдемін. Вот бүгінгі сабақта осы бір кеудедегі дауысты ашу болатын басты мақсат. Бұл жердегі жуан дауысты шығару мақсат емес, төменгі тембрді шығару мақсат. Құрметті қыздар, нәзік жанды арулар, мүмкін әпкелеріміз, тыңдап отырған болсаңыздар, кеудедегі тембрді шығару арқылы сіздердің дауыстарыңыз барынша нәзік және де құлаққа жағымды болады. Осы бір жаттығуларды күнделікті таңертең ұйқыдан тұрғанда қайталап жүріңіз, және де күнделікті көлік ішінде кетіп бара жатсаңыз да, немесе көшеде кетіп бара жатсаңыз да, құлағыңызға наушникті салып алып, кез келген әнді ыңылдап айтып жүруді ескертіп айтам. Неге? Өйткені біз көбірек ыңылдаған сайын төменгі тембр барынша күшейе түседі. Ал ыңылдамайтын болсақ, онда сізде жіңішке дауыспен сол күйі қаласыз. Нәтижеге жеткім келеді дейтін болсаңыз, онда жасаңыз. Мүмкін 1 апта, мүмкін 1 ай, мүмкін 1 жыл. Өзіңіз армандаған дауыс сізге келеді. Бүгінгі сабақта дауысқа арналған жаттығулар жасап, мәтін оқып тексеріп көрдік. Келесі сабақта эмоция мен харизмаға мән беретін боламыз. Сіздермен бірге болған мен Әлішер Теменов. Амандықта, саулықта жүздескенше сау болыңыздар.